шара бізде 4-ші мәрте өткелі отырған 4-ші Алты күн патриоттық әндер фестивалі, яғни балалар байқауы. Әртүрлі ұлт ұлыстардың, ұлт өкілдерінің балалары бір мемлекетте, Қазақстанның астында достықта өмір сүріп жатыр. Соның айқын көрінісін бүгінгі шарада көруге болады, себебі әр бала тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған осынау керемет кеште ел туралы, патриоттық әндер, отан туралы, туған жер туралы әндер айтады. Түрлі өте қызықты балаларды, түрлі өнер иелерін көруге болады. Олар ертең болашақ елдің, осы елдің үлкен азаматтары болады, жастары болады. Оларды бүгінгі күннен ән арқылы, өнер арқылы, мәдениет арқылы тәрбиелеу бұл біздің басты мақсатымыз. Я первый раз участвую в этом конкурсе, и мне очень понравилось. Здесь было весело. Мои друзья выступали в этом конкурсе, и я нашла себе новых друзей здесь. Мен мынау конкурсқа бірінші рет келіп тұрмаған, бәрі ұнады.